Сәлем қыздар, мен сіздерге қазір өте дәмді әрі жұмсақ болып, воздушный болып пісетін булочкидің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Описанияның астына мен барлық керекті заттарды жазып кететін боламын мөлшерімен. Қазір мен бір чашкаға жарты сүтімізді құйып алдым. Оның үстіне дрожж, қант, ұн қосып опорамызды жасап алатын боламыз. Массамызды бір келке етіп араластыруымыз қажет. Мінекей осылай ұнымызды қосып жатырмын. Қазір венчикпен жақсылап араластырамыз. Осылай массамыз бір келке болу керек. Көріп тұрғандарыңыздай менің массам сәл сұйықтау болып кетті. Сол себепті тағы да ұн қосып жатырмын. Сіздер өздеріңіз көз мөлшерлеріңізбен қарауға болады. Мінекей менде осындай опора шықты. Қазір осы опорамыздың бетін тарелкамен жауып 15-20 минутқа қойып қоятын боламыз. Опорамыз көтерілгенше мен қалған заттарымды біріктіре беретін боламын. Қазір мен таза чашка алып, осы чашкамызға жұмыртқамызды және де қалған қантымызды қосып, венчикпен жақсылап араластыратын боламын. Қант пен жұмыртқамыз бір-екі болып, бір-бірімен жақсы бірігуі тиіс. Осылай венчикпен жақсылап араластырамыз. Және де ерітілген сары майымызды құямыз. Сары майымыз қатты ыстық болмау керек, себебі жұмыртқа пісіп кетеді. Қазір енді опорамызды көреміз. Опорамыз осылай өте воздушный болып көтерілді. Сіздерде де осындай биік воздушный болып көтерілуі тиіс. Егер де сізде бұндай масса шықпаса, онда дрожждарыңыз дұрыс емес болғаны деп есептеуге болады. Себебі дрожжды аузы көп ашылып қалған, ұзақ мерзімде тұрып қалған дрожжды қолдануға болмайды. Дрожждың мерзімін міндетті түрде қарау тиіс. Енді осы массамызды жақсылап венчикпен араластырамыз. Кішкене тұз қосамыз және де қалған сүтімізді осы массаға біріктіріп, жақсылап венчикпен араластыратын боламыз. Енді осы массаға ұнымыздың барлығын қосамыз. Сіздер егер қолмен илейтін болсаңыздар, жартылай қосып, біртіндеп қосып илеуге болады. Мен кенвуд машинасында илейтін боламын. Мінекей қазір мен тестамды қойып, осы кенвуд машинасында илеймін. Менде осындай теста шықты. Мінекей қолға осылай жабысқақ болып шығады. Енді мен осыған кішкене ұнымды қосып, қолмен жақсылап күлшелеп алатын боламын, илеп, біріктіріп. Осы тестамды енді бетін жауып, 1-2 сағатқа сквозняк болмайтын жерге қойып қоюымыз қажет. Менің қамырым дайын болды, өте жұмсақ болып көтерілді. Енді осы қамырымды бірнеше бөлікке бөліп аламын. Мен булочкаларым бірдей болып шығуы үшін осылай весиға өлшеп алатын боламын. Мінекей күлшелеп алдым домалақтарды. Енді осындай стаканмен бірдей болу үшін осылай жасап аламыз. Енді осының бетін 20 минутқа жауып, үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, кунжут сеуіп, духовкаға салатын боламыз. Мінекей қыздар, мен булочким осылай өте әдемі болып пісті. Пісіріп көруге кеңес етемін.